Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге керемет рецептермен бөлісетін боламын. Сол себепті менімен бірге болыңыздар және де каналымнан алыстамай қарап отырыңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді, қатпарлы болып шығатын және де ерекше мантоваркада дайындалатын самсаның жасау рецептімен бөлісетін боламын. Оған бізге ең алдымен ұнымыздың үстіне тұз және де жылы суымызды құйып, осындай қамыр дайындайтын боламыз. Бізде қамыр қатты да емес, қатты жұмсақ та емес, орташа көлемде болып шығады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бізге керегі тек қана 3 сағат ұн, су, тұз. Осылардың барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай біріктіріп, жақсылап қамыр дайындаймыз. Егер сіздерде қамыр бірікпей жатса, осылай тақтайшамыздың үстіне қойып біріктіріп алсаңыздар болады. Енді дайын болған қамырымызды табамызға салып, 15-20 минут немесе жарты сағатқа тындыруға қойып қоямыз. Сонда біздің қамырымыз жақсы бірігіп, өзінің қалпын жақсы ұстайтын болады. Тағы да бір басып июін қандырып аламыз да, тағы да 15-20 минутқа июін қандыруға қойып қоямыз. Міндетті түрде бетін жауып қоямыз. Неге бізде июі қанған қамырмен жұмыс жасау өте оңай болады. Енді осы қамырымызды әр бөлікке бөліп аламыз. Менде 432-30 граммдай немесе 413 граммен шықты. Барлығын осылай біркелкі етіп бірдегі бөліп аламыз да салафанға салып қоямыз. Және кішкене 1-2 минут тұрғаннан кейін бір қамырдан алып жая береміз. Сол аралықта біздің қамырымыз июі қанғанша бөлек ыдысқа 4 ас қасық үлкен ас қасықпен ұнды және 2 ас қасық крахмал, яғни жүгері крахмалын қосып дайындап аламыз. Картофельный крахмал болмайды қыздар, міндетті түрде жүгері крахмалын қосыңыздар. Сонда біздің жаңағы дайындап жатқан самсамыз өте қатпарлы және қатарлап шығатын болады. Сол себепті міндетті түрде кукурузный крахмал қосыңыздар. Егер сіздерде мүлдем жаңағы жүгері крахмал болмаса, қоспай қойсаңыздар да болады. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Кәдімгі ет нанға жаятын қамыр секілді етіп жайып аламыз. Ұнды қажетінше сеуіп жаямыз. Тым көп ұнды да көп қосып қажет емес. Егер де арасы жабысып жатқан уақыт болса, сол уақытта қосып жіберсеңіздер болады. Енді осылай қамырымызды кәдімгі ет жайғандай етіп жайып аламыз. Ең басында сіздердің қамырларыңыз қалай жайылып, қалай басылады, дәл солай сіздердің қамырларыңыз дөңгеленіп шығатын болады. Бастапқы уақытта сіздердің қамырды басып жайғандарыңызға байланысты кейінгі қамырларыңыздың дөңгелеп шығуына сол септігі етеді. Сол себепті бастапқы уақытта дөңгелек қылып жаңағы басып жаюға тырысыңыздар. Неге бір қамырымызды дайындап қойдық, оны жаңағы келесі тақтайшамыздың үстіне қойып қоямыз да, екінші қамырымызды дайындауға кірісеміз. Оны да дәл солай осылай басып жайып аламыз. Осы жайып жатқан уақытта, жаңағы үшінші қамырымызды жайып жатқан уақытта пешіміздің үстіне осындай сары майымызды алып жібітіп аламыз. Немесе бөлме температурасына майды алып та жақсаңыздар болады. Кішкене салқындаған сары майды осылай үстінен жағып шығамыз біркелкі етіп. Және де кейбір майлардан астында су болады ғой. Сол суын ішіне қоспағандарыңыз дұрыс. Осылай беткі жағында майын сүзіп алып қоссаңыздар дұрысырақ болады. Және маргаринді пайдалануға болады, бірақ желательно қоспағандарыңыз дұрыс. Себебі оның құрамында көбіне су болады. Сіздерге кеңес ететінім закрома, яғни 82,5% закрома майын пайдалануды кеңес етемін. Сол майды пайдалансаңыздар, сіздердің самсаларыңыз өте дәмді болып шығады. Енді мінекей біздің екі қамырымызды жайып, үшінші қамырымызды орналастырамыз осылай. Және де қамырдың үстіне сары майды жаққаннан кейін қолымыздың үстімен осылай арасындағы желін шығарып жаңағы жайып жібереміз. Арасындағы желін басып жіберіңіздер. Енді
төменнен ала отырып осы қамырымызды жаңа ішіне ауа кіргізбейтіндей етіп орап шығамыз. Біз 3 қамырды бірдей осы жаңа біріктіріп шығардық. Енді табамыздың үстіне қойып, тарелкамызға қойып, шамамен 1 сағат, 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. 1 түнге қойып қойсаңыздар да болады. Дәл осы қалпында морозильникке, яғни мұздатқышқа емес, тоңазытқышқа қойып қоясыздар. Мінекей бізде арада мен асығыс болғандықтан 1 сағат уақыт ішінде алдым. Сіздер 2 сағат ішінде алсаңыздар да болады. Осылай кесіп аламыз әр бөлігін 50 граммнан кесіп алсаңыздар да болады. Мен көз мөлшерімен кесіп ала бердім. Бізде осындай арасы қатпарлы болып шығады. Мінекей біздің қамырларымыз дайын болды. Енді сол аралықта жаңағы дайындалатын арасына қосатын салмасын дайындаймыз. Бізге фарш және пияз қажет болады. Пиязымызды көбіктеп турап, фаршымыздың үстіне қосып, қажетінше тұз бұрышын қосып жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды жайып, арасына жаңа дайындап алған салмасын қосамыз. Салманы алдын ала дайындап қойыңыздар, себебі біздің салмамызды дайындағанша қамырының ішіндегі майы жібіп кетеді. Сол себепті арасына салатын салмасын алдын ала дайындап қойғандарыңыз жөн. Қамырды тезте жайып, тезте жұмыс жасауға тырысыңыздар, себебі арасында сары май болғандықтан ол тез жібіп кетеді. Енді мантаваркамыздың үстіне ешқандай май жақпай, осылай самсаларымызды орналастырамыз да бетіне су жағып жібереміз. Және де бетіне әдемілік үшін қонжут сепсеңіздер де болады. Енді мантаваркаға салып, шамамен 10-20 минутқа мантаваркада ұстаймыз. Одан соң мантаваркадан алғаннан кейін духовкаға қоятын табамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, самсаларды орналастырып, духовкаға саламыз. Және духовкадан алғаннан кейін самсалардың беті сарғыш әдемі болып шыққанын қаласаңыздар, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып жіберіңіздер. Сонда духовкадан шыққан уақытта сары болып шығады. Және көбіңіздің сұрақтарыңыз туындауы мүмкін, неге мантаваркаға салмай-ақ духовкаға бірден пісіре салуға болмайды деп. Олай да жасасаңыздар да болады, бірден духовкаға пісіре берсеңіздер де болады. Бұл яғни мантаваркаға салатын себебіміз ерекше дайындалу әдіспен, және әркімнің енді дәм сезу қабілеті әртүрлі болғандықтан кейбіреулерге дәл осылай мантаваркада пісірілген түрі де ұнауы мүмкін. Сол себепті де дәл осылай мантаваркаға салып та немесе салмай-ақ та духовкаға пісіре берсеңіздер болады. Өте дәмді, қатпарлы болып шығады. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Егер де сұрақтарыңыз бар болса, төменге жазып қойыңыздар. Міндетті түрде барлықтарыңызға жауап беремін. Және қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса отырып, парақшама тіркеліп, лүпіл басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге өте күшті рецепттермен бөлісетін боламын. Сол себепті арнамнан алыстамаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.